Әр ақын өз алдына бір әлем. Оны әркім өзіне әрқилы жағдайда ашуы мүмкін. Кейбірімен көзің тырнап ашқандай сырлас болсаң, кейбірін оң мен солыңды танып, осы қалай екен деген ой жетелеген уақытта барып қана қолға аласың. Жарасқан Әбдірашев. Әкесі колхоз басқармасының төрағасы болғандықтан, үйлеріне жиі келетін қонақтардың арасында өлең жырдың тегін ағытатын өнерлілер де болған. Кішкентай Жарасқан солардың бәрін көкірегінде түйіп өскендіктен, бала кезінен қаламын ұштай бастайды. Аудандық, облыстық газеттерде өлеңдері, мақалалары, әңгімелері жарияланады. 1965-1969 жылдары қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқыған лирик, сатирик, сыншы, аудармашы, сан қырлы ақын небәрі 21 жасында тұңғыш кітабын шығарып, КСРО жазушылар одағына мүшелікке қабылданған. Тыңда менің жүрегімді ақылдым, айтар ойың бар ма әлде көздеген, мен өмірге бірақ келген ақынмын, неге мені теңейсің сен өзгемен, осы ойыңды... На 9 факультетах КазГУ обучается 9000 студентов. Бірінші рет осы КазГУге оқуға түсуге келген кезде, сол ескі корпус, қазіргі Жүргенев академиясының алдындағы фонтан бар ғой, сол жерге келіп, қолында бір чемоданы бар, Аралдан алып келген балығы бар, поезд шамасы таңғы 4-5-терде келген. Сол КазГУдың алдына келіп, ол кезде Алматыда жақын туған туысқан да жоқ, сол фонтанның жанындағы кішкентай скамейканың ішінде ұқтап, Алматыға бір кішкентай чемоданын арқалап келген бала осы КазГУге оқуға түседі. Университет қабырғасында өмірлік жары Мұхтар Мағауиннің балдызы Нәзгүл Мергенбаевамен танысып, 1968 жылы 3 ақпанда отбасын құрады. Жарасқанның ізін жалғаған 3 ұлы бар. Олар Рүстем, Шыңғыс және Жәнібек. Мысалға, мамамыз бізді әкемізбен қорқытады. Әкеміз келіп, қазір әкең келеді, бәрі дұрыс болатын болсын. Әкемізден сескенетіміз, қорықпасақ та. Бірақ әкеміз бізге дос болатын. Өзім мысалға әкеммен құрбы құрдас сияқты жасым 16-ға келген кезде кәдімгідей азамат ретінде қабылдап, мені ешқашан бір төмендетіп, сен баласың ғой деп, арамыз сіз біз емес, кәдімгідей сен деп болатын. Мінезі сондай жұмсақ, бала жанды. Әкемнің алдын ең тұңғышы Ақмарал деген қыз болатын. Сол кемпір шалдың ата әжеміздің қолында ертеректе шетінеп кетті де, жас әке мен шешенің нәрестесінен айырылу деген қиын нәрсе ғой. Содан болса керек, маған деген бір әкемнің де, шешемнің де бір махаббаты ерекше болатын. Бірінші нәрестеден айырылғаннан кейін әлпештеп, кәдімгідей алақанына салып өсірді. Сол үлкен махаббаттан жаралдым деп өзім сезінем. Әкемнің шешеме деген, анама деген махаббаты, анамның әкеме деген махаббаты. Сол махаббат жүрегімде, сол махаббатпен тіршілік жасап келе жатырмыз деп ойлаймыз өзіміз. Мен мысалға бала кезімнен түнде төсекке жатқан кезде түні бойы әкеміздің печатный машинкамен тарсылдатып басып отқан әуені есімде мысалға. Тарс-тұрс. Виниловый пластинка айналдыратын проигрыватель тұратын. Әкем үйде жоқ кезде сол виниловый пластинкаға неше түрлі ертегілер болсын, Құрманғазының күйлері, Моцарттың классикалық шығармалары. Коллекциясында тек қана қазақтың классикасы емес, кәдімгі дүниежүзілік классикада болды. Оның ішінде Криденс та болды, Битлз та болды, Роллинг Стоунс да болды, Рубиновый вторникті де тыңдадық. Сондықтан оның бәрі менің әсіресе, енді мен кинода жүрген адам болғандықтан, өзімде творчестводағы суреткер адам болғандықтан, менің адам болып, суреткер болып қалыптасуымына бірден бір ықпалы тиді деп ойлаймын. Творчествоның адамдары істеген еңбегінің бағаланғанын қалайды, бала сияқты. Кімде болса солай, адамның табиғаты сондай, істеген еңбегінің бағаланып жатса, орнымен, ретімен соған қуанады. Өз көзімнен көрген, мысалға, Дала сенің ұлың поэмасы жазылып шыққаннан кейін, әкемізге Ара журналында неше түрлі ақпараттарда сол кездегі ұлтшыл, уайымшыл Мағжан Жұмабаевтың құйыршығы деген сияқты неше түрлі айыптар тағылды. Жарасқан қазақ әдебиетіндегі әзіл-оспақ, эпиграмма, сондай-ақ эпитафия жанрын жаңа деңгейге шығарды. Ақын өлеңдерінде рухани құндылық, туған жер,
адамгершілік, еліміздің тарихын сөз етеді. Жаңа жылға жаңа жыр, отан, кірмеші жиі түсіме, мәңгі көктем және тағы да басқа өлеңдеріне әндер жазылды. Ал эпитафия жанрында жазылған Құлпытас жинағы ақын қайтыс болған соң 2 айдан кейін ғана жарық көрген. Ақын аударма саласына да еңбек сіңіріп, орыс жазушыларының шығармаларын тәржімалаған. Ақынның өз шығармалары да орыс, неміс, венгр, украин, өзбек, тәжік, әзірбайжан, түркмен, қырғыз, саха тілдеріне аударылған. Біз Жарасқан Әбдірашевтің шығармасымен ең бірінші бала кезден бастап таныспыз. Біздің ұстаздарымыздың арқасында, апайларымыздың арқасында, ағайларымыз арқасында сол уақыттан бастап білетінбіз. Бұл кісіні 8 қырлы, 1 сырлы деп айтуға болады. Тек қана өлең емес, бұл кісінің қазақ мәдениетіне, әдебиетіне, журналистикаға эпиграмманы кіргізіп кеткен адам. Келген сайын, бізбен кездескен сайын, қандай да бір жағдайда кездескен сайын, міндетті түрде өзінің бір жақсы өлеңін айтады, әйтпесе өзінің тағы бір мақалаларын жатқа оқып беретін ақындардың бірі. Ондай көп емес қой. Ол да үлкен бір ғажап адамның берілген, табиғаттан берген сый дейміз. 4-ші класста жүрген кезде бір қыз балаға шығарған өлеңі бар. Қасы көзі қап-қара, бір қыз келді жаңадан, шыққанда да тақтаға көз алмаймын мен одан. Ұшпа мінез тымарық тентекке бір балайды, кейде тілін шығарып, кейде теріс қарайды. Қалды дейма сабағың, бұл әдетті қой дейма, кейде шытып қабағын жымияды кейде. Жүрем бірақ алшақтау, қаздан басып өзімше, балаларға жасықтау, жөн сілтеймін көзінше. Қарайды оған тарғында, жықсам оны күресіп, қаларадау алдында абыройым бүресіп. Сотқар едім соншалық, сол келгелі оңалдым, сабақты да жан салып, жақсы оқитын боп алдым дейді. Мектептегі жазғаны. Мир көшесі болған, содан кейін Максим Горький болған. Қазір Жібек жолы мен Желтоқсан көшесінің қиылысы. Сол кезде, сол жерде ауылдан қайтып келе жатқан кезде баяғыда Саяхат деген автобекет болған. Содан келе жатқан 32-ші автобуспен келе жатқан кезде бір адаммен кездескен. Бірақ оны кейіннен Мұқағали екенін ғана білген. Мұқағалидың автобустан түсе сап адымдап кетіп баратқан. Кейіннен сол өлең ақын кетіп барады көшеменен деген өлең шығарған. Бет қайтып сараңдығын қызуына, көңілдің зарықты да қызығынан өмірдің жалықты ма, ақын кетіп барады көшеменен. Екпінінен бір дауыл еседерен, жанарында найзағай семсер сілтеп, кеудесінде қара бұлт көшеді өлең. Шабытты ма ашылмай астанасыз, тарықты ма күн көшіп баспанасыз, ұлыларша ұмытып өз ашағын, ойлағанда халқының болашағын, қазақ тілін білмейтін қазақтарды көріп, бәлкім ол іштей азаптанды, ал мәңгүрттер деп осы ойын қалай, мықтылығын қойды ма мойындамай, ақын кетіп барады көшеменен. Екпінінен бір дауыл еседерен, жанарында найзағай семсер сілтеп, кеудесінде қара бұлт көшеді өлең. Аға түгіл тыңдамай бала дақыл, орнағандай басына заман ақырын. Қайран ақын безінеп бүгінінен болашаққа адымдап бара жатыр. Жарасқан Әбдірашев жан-жақты тұлға деп айтуға болады. Қазақ әдебиетінде Жарасқан Әбдірашевтің орны ерекше, орны бөлек. Оның мәселен өлеңдерінің өзі, поэзиясының өзі бір бөлек әлем. Одан кейін сын саласына да араласты. Сын да жазды. Мынау кезінде Жұлдыз журналында әдеби сын бөлімі болды. Сол бөлім меңгерушісі болды. Сонымен қатар Жарасқан Әбдірашев сатира саласында да ерен еңбек еткен қаламгерлердің бірі. Ең алғаш эпиграмма жанрында кітап шығарған Жарасқан Әбдірашев. Оға дейін эпиграммалар жинағы шықпаған. Біздің қазақтың бір керемет суретшісі, карикатурашы Еркін Нұрасқан екеуі бірлесіп, әзілің жараса деген жинақ шығарды. Сол жинақ кезінде үлкен оқырмандардың іздеп жүріп оқитын кітабын айналды. Жарасқан Әбдірашев қазақтың 200-ге жуық қаламгерлеріне эпиграмма жазды. Яғни олармен әзілдесе білді. Жас алаш газетінде бір түрлі бет деген сатиралық бет шығарып жүрдім. Соның редактор едім. Сонда бір күні Жарасқан Әбдірашевке звондап, аға, осы бір түрлі бет деген сатиралық қосымшасына сіздің эпиграммаларыңызды тарихымен бірге беріп отырса қалай қарайсыз деді. Ойбай деді, мынау бір жақсы ой екен.
сөйтейік деді. Мәселен, әрбір эпиграмманың өзінің бір шығу тарихы. Мысалға деді, мен айтып берейін деді, мен Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі болып істеп жүрген кезімде Жұлдыз журналының бас редакторының орынбасары Ғафу Қайырбеков болды. Сол Ғафу Қайырбек ағамыз эпиграммалардың бәрін көріп отыр да, сен неге жұрттың бәріне эпиграмма жазасың да, неге маған жазбайсың? Мен сенің енді қанша дегенмен бастығыңмын деп айтты дейді. Ойбай, егер сіз қош көрсеңіз жазайын деп Ғафу Қайырбек пе деген эпиграмма жаздым дейді. Сөйтсем, сол эпиграмма шыққаннан кейін ол кісі мені жұмыстан шығарып жібере салды дейді. Сондағы эпиграммасы мынау: теледидарды қосып қалсаң Ғабекең, радионы басып қалсаң Ғабекең, журналдарды парақтасаң Ғабекең, газеттерге қарап қалсаң Ғабекең, Дунай бойын араласаң Ғабекең, думан тойға бара қалсаң Ғабекең, мынау бір оңашалау кафекен деп кіріп барсам, онда тұр Ғабекең дейді. Сөйтсе жаңағы Ғабекең соны көтере алмай қарып, мені жұмыстан шығарып жібере салдаған дейді. Міне осындай әрбір эпиграмманың тарихымен қосып, жаңағы сатиралық бетте беріп отырсақ деген ой болған. Бірақ кейін хабарласшы, мен соны берейін деп айтқан, бірақ араға көп самай бір айдың ішінде ол кісі қайтыс болып кетті. Сөйтіп үлгере алмай қалдық. Мен айтатыным, әкеміздің жалпы ақын болған соң біздің жанұямызда қатал тәртіпке анамыз марқұм Нәзгүл Нұрғалиқызы шешеміз қадағалайтын. Әкеміз енді ақын, сері адам, ол ешқашан қаталдық деп айтуға болмайды. Өзінің ақылымен бізге ақыл айтып, соған бірақ ерекше өзі кенже балаға, маған енді кенже ретінде, кенже болған соң енді маған ерекше болды. Мен көбінесе менің ақылымды, менің бір кеңестерді маған көп сұрайтын. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің ректоры Жансейіт Қансейітович Түймебаевқа алғысын айтқым келіп отыр. Сосын біздің факультет, журналистика факультетінің ұжымына, студенттерге, осы директор фильм дайындауға атсалып жатқан студенттерге, болашақ журналистерге алғысымды білдіргім келіп отыр. Жалпы әкенің балаға деген ақыл келестері, кеңестері көп болған шығар, бірақ ең басты есімге қалған не істеген біздің өзінің ісіне адал болу ең басты. Сосын елге деген сүйіспеншілікті, патриоттық, әкеміздің жырларын оқысаңыздар, дала сен ұлымын, жалпы патриоттық сезімді көтеретін, жалпы ол жай сөзбен емес, нағыз іспен, адал ісімен дәлелдеу. Мен өзім қалауым кішкентай бірінші жастан бастап галстук киіп, осы мемлекеттік қызметке барам деп бір өзім ұмтан болған шығар. Әкем сол кішкентай кезімнен Жәнібек балам осы мемлекеттік қызметке барса екен, саясатпен айналсам, дипломатиялық қызметте айналсам, бірақ өзі тірі кезінде сол менің сыртқы істер министрлігіне баруыма, осы мен 25 жылдан астам осы дипломатиялық қызметте жүрмін. Осы таңға осы Қазақстан Республика Мажарстан төтенше елші деңгейіне жеттік. Соған байланысты әкемнің осы ықпалы болды деп ойлаймын. Жалпы өткен ықпалы болғанда, жалпы ақылымен осындай біздің творчестволық жанұямызда бір баламыз, кенже балам осы саясатта немесе дипломатиялық қызмет жүргізеді деген өзі ниеті болды. Сосын әкеміздің қалжыңайтын бір сөзі бар еді. Ақын қартайған кезде ақын болғысы келеді, ақын қартайған кезде ақын болғысы келеді. Сол әкеміз ақын болған соң жаспен келе өзі де бір ақын болғысы келген болған шығар. Сол мен де соны мемлекеттік қызметке өзім жолдаманы беріп, осы қалау болды деп ойлауға болады. Жалпы мен өзімде ниетім болды. Білімді кемпір шал сезетінді, кең дүниені қиялым кезетінді, ошағы үшін осынау шаңырақтың өз кеудемді сөндірдім өз отымды. Жолға қара деген соңған жөнге қара, ие болды отын су, мал қораға, кенже бала алатын сауапты да, жауапты да беретін кенже бала. Шыдатты салт, бәріне шыдатты әдеп, жетер ме едім әлі де мұратқа көп, көз жұмарда кемпір шал тағы өтінді, шаңырақты қалай құлатпа деп. Ол да бізге маған да бір өсиеті қалдырған шығар деп ойлаймын.
Рахмет, мына осы фильм даярлаған біздің мына студенттерге, сіздерге творчестволық табыс тілегім келеді. Жалпы мына осы журналистика факультетіне шара өткенде өте қуаныштымыз. Жалпы мына жастар өте әкем ерте жас кетсе де мына өзінің творчестволық жолында жастарға, мына журналистерге, көбінесе өзі тамамдаған біраз талантты жігіттерге жол ашып қолдау жасаған. Соған байланысты бізде әрқашан осылай творчестволық бүгінгі еске алу кеші де осы журналистика факультеті өтіп жатыр. Соған бір дәстүр ретінде бір шаралар тағы да ұйымдастырайық деп ойлаймыз. Назарыңызға көп рахмет.